облысы Панфилов ауданы Ербол Сыпатаев атындағы орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Түгелбаева Жанар Нұрланқызымын. Бүгін мен сіздерге өзімнің озат тәжірибемді тарату мақсатында рандом шеңбері платформасын қалай пайдалануға болатынын өз тәжірибемнен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен Google-ге кіресіздер. Google-ге кіргеннен кейін PKOL деп жазып, PKOL-ды ссылкасын таңдайсыздар. Міне, мынау рандом шеңберінің терезесі ашылды. Енді мына жерде мен сабақта сұрайтын оқушылардың тізімдері жазылған. Бұл шеңбердің бір тиімділігі күнделікті жаңа сабақтың өн бойында, үй тапсырмасын пысықтағанда, сабақты қорытындылағанда бұл рандом шеңберін қолдануға болады. Оқушылардың және екінші бір тиімділігі күнделікті аттарын жазып отырмай, міне мына жерге мысалы оқушылардың аттарын былай жазып енгізесіздер және бір спин батырмасын басқан кезде қай оқушы сабақ айтатыны шығып дайын тұрады. Бұл біріншіден жаңа уақыттың тиімді пайдалануға және балалардың қызығушылығын арттыруға өте жақсы. Не азамат. Енді тағы да бір рандом шеңберінің тиімділігі сұрақтарды сабақта пайдаланатын жазып қоюға болады. Және бір айта кететін, сұрақ болған оқушыларды мына жерден басып алып тастауымызға болады. Тағы да енді мына жерде суреттің батырмасын басып, керек суретімізді таңдаймыз. Міне осы суретімізді қойып, мына суреттерді қою арқылы бұл ақын жазушы қай жерде дүниеге келген, бұл кісінің қандай еңбектері бар деген сұрақтарды да пайдаланып, сабақта балалардың қызығушылығын арттырып пайдалануға болады екен. Құрметті әріптестер, мен сіздермен осы рандом шеңбері платформасын сабақтарымызға пайдалануға ұсынамын. Және де өзімнің осы рандом шеңбері пайдаланған видео сабағымды сіздерге көруге ұсынып отырмын. Қазір біз сендермен үй тапсырмасын рандом шеңбері арқылы пысықтайтын боламыз. Рандом шеңберінің бір қасиеті, бұл жерде сұрақтар дайын тұрады. Сол кез келген сұрақты сендер шеңбердің таңдаған сұрағына жауап беретін боласыздар. Қазір біз сендерге спин батырмасын басамын. Қандай сұрақ түседі екен, қазір көрейік. Бұл сұрақтың бәріміз біз өткен сабақта шешендік толғауға мысал келтір дейді. Қане, шешендік толғауға мысал келтіріп жіберейік. Нұрай. Шешендік толғауға мақал мәтел ретінде мысал алатын болсақ, анасы көріп қызын ал. Анасы көріп қызын ал. Яғни бұған кімдердің толғаулар жатады екен? Шешендерді толғаулар жатады екен. Жарайды. Келесі екінші сұрақты көрейік енді. Толық жауап беруге тырысамыз балалар сұраққа. Нақты толық жауап берейік. Шешендік дау деген не? Шешендік дауға не жатады? Арай? Шешендік дау мазмұнына қарай жер дауы, жесір дауы, ар дауы және құн дауы. Құн дауы деп бөлінеді, өте жақсы. Тамаша. Сабағымызды рандом шеңбері арқылы пысықтаймыз. Олай болса, кім үй тапсырмасын айтатынын қазір мына жерде спин нүктесін басу арқылы анықтайды екенбіз.